بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және хақ жолы осы деп әділетті. Осы үш сүю болады имани гүл. Иманның асылы үш деп сен тәхқиқ біл. Ойландағын үшеуін таратып бақ, басты байла жолына малың түгіл. Ассаламу алейкум, Аллах тағаланың елшісі Мұхаммед пайғамбардың оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, үмметтері. Қадірлі көрермен қауым, біз бүгінгі хабарымызға медресе туралы әңгімені арқау етіп алдық. Сөз барысында біз бұрынғы оқу орындары мен бүгінгі медреселердің пайда болуын бірдей ұстап, тақырыпты тереңнен тарқатсақ дейміз. Медресе шариғи термин. Бұл біздің бай сөздік қорымызға араб тілінен енген. Алайда күнделікті тұрмыста көп қолданылу себебінен тіліміздегі мәні зор төл сөзге айналды. Мәдресе дәріс деген сөзден шыққан, яғни сабақ үйретілетін орын мағынасын береді. Сонымен бірінші мұсылмандық білім орындары медреселер халық ойлағандай араб жерінде емес екен. Ол Мәуереннахр жерінде пайда болған деген дерек бар. Ғалымдар пайымы осыған саяды. Ислам тарала бастаған кез 8-ші ғасырда Түркістан аймағында медреселер пайда болған. Зерттеуші Бартольдтың пікіріне сүйенсек, медресе оқу мекемесі ретінде мұсылман әлемінің астанасы Бағдаттың өзінде тек 11-ші ғасырдың екінші жартысында ғана пайда болды. Ал бұл кезеңде Мәуереннахрда медресе жаңалық болудан қалған еді деп жазды. Білімнің ұлылығы мен артықшылығын көрсету үшін жаратушымыз өз пайғамбарына, оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, білімін арттыруын сұрауды бұйырды. Аллах тағала: "Айт, Раббым, білімімді арттыр." Әл-Қисса. Түркістан өлкесіндегі медреселер туралы алғашқы деректер Наршахи деген тарихшының Бұхара тарихы еңбегінде келтірілген. Мұнда шығарма авторы 937 жылы Бұхарада алапат өрт болғаны және сол кезде қаладағы ірі медресеге де от тигенін тәптіштеп жазған. Аймақтағы мұсылман оқу жүйесінің негізгі орталықтары әйгілі Жібек жолының бойындағы қалаларда қалыптасқан. Ал бүгінде қазақ жерінде 7 медресе бар. Қазір оның 6-ында шәкірттер Құран кәрімді жатқа оқып, Аллах тағаланы тануда нұрлы білімдерімен сусындауда. Бұрынғы діни басқарма еді. Бұл 50-ші жылдары, дұрыс па? 50-ші жылдары салынған екен. Бұнда біздің діни басқарма отырды. Кейін біздің діни басқарманың жаңа офис салынғаны кейін 1-2 жыл бұны біз арендаға беріп жүрдік. Бірақ өткен жылы, биылғы жылы біз мына Алматы қаласының бас имам екеуміз Меккеде халықаралық конференция болдық. Сонда жұма күні қасиетті Қағбаның алдында отырған кезде екеуміз маған бір ой келді. Осы діни басқарманың ескі үйін арендаға бермей-ақ, соған түскен бір тиын тебенге қызықпай-ақ, соны анау бұрынғы медреселерді қалпына келтіру, дәстүрді жалғастыру мақсатыменен, тірілту мақсатыменен осы жерге бір республикалық медресе ашсақ қайтеді. Демек, бұл кісі біздің бас имамымыз да өте дұрыс, мұныңыз өте дұрыс ой деген сондай уәжге келдік. Бисмиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Аллаға шүкір, біздерде қазір мына білім мәселесі, бұл адам баласын адами қасиетке жеткізетін 3 нәрсе бар дейді. Соның біріншісі иман, екіншісі әдеп, мінез, үшіншісі білім. Абу Насыр Әл-Фараби атамыздың айтқаны бар екен: бірінші адамға әдеп үйретіңдер, одан кейін білім үйретіңдер деп. Аллаға мың бір тауба шүкір, міне бүгінгі таңда халқымыз әдебінде, өзінің мінеке дүнияви тіршілігінде міне осы нағыз мына нарық заманнан кейін жақсы үйреніп меңгеріп, енді мінеке адамдардың көбінің сусындап отырғаны бұл үлкен рухани білім.
Жоғарыда аталған қалалардың ішінде әрине ауызға алдымен ілінетіні де Бұхара, пайғамбарымыз Мұхаммедтің, оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, хадистерін жинақтаушы ұлы ғұлама имам Бұхариді қосқанда бұл шаһардан руханият пен ғылымның сансыз шайырлары мен даналары шығыпты. Қазақ халық ауыз әдебиетінде Бұхарада оқыған терең молда ұғымдары білімдарлықтың балама тауындай терең тараған. Құранды тәжуидпен үйренуде. Медреседе оқыту әдістемесінде Бұхара үлгісінің кейбір нұсқалары халық арасында бүгінгі күнге дейін сақталып отыр. Аллах тағала, періштелер және әділет үстінде тұрушы ғылым иелері, расында тым үстем, хикмет иесі Аллахтан басқа құлшылыққа лайықты ешкім жоқтығына куәлік берді. Құлшылық ордасы мешіттерден медреселердің бөлінуі мұсылмандық діни білім берусінің жаңа кезеңін бастады. Ендігі жерде медреселер ислам дінін үйретудің арнайы жабдықталған және үлкен ғұламаларды қамтыған оқу ошағына айналды. Алғашқы күннен бастап білім беру бағдарламасында шәкірттің негізгі құнды сапасы, жақсы есте сақтау қабілеті деп танылды да, ілім жаттау арқылы жүзеге асты. Кейін медресе шәкірттерінің бұл қасиеті Құран мен ардақты елші, оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, хадистерінің бізге еш өзгеріссіз жетуіне зор септігін тигізген. Міне, сол қайнар бастаудан алған ақиқат ілімді қазіргі заманауи медреседе жалғастыру ісі ілкімді болар анық. Әңгімемізге арқау болған Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жанынан ашылған Әбу Ханифа медресесі ғибадат етушілердің пітір садақасынан қаржыландырылған болатын. Бас мүфти Әбсаттар Қажы Дербісәлі болашақта мұнда жыл сайын 50-ге тарта имам білім алатындығын жеткізді. 30-40 имам бүкіл республика Қазақстан үшін ол жаңағы теңізге тамған тамшы секілді. Бүкіл мемлекетті қамтып шыққанша ұзақ уақыт керек. Сосын ақылдаса келе, ойлана келе, мына батыс регион үшін, батыс Қазақстан, Атырау облысы, Маңғыстау облысына арнап, аймақтық, региональный былтыр медресе аштық. 24 студент қабылдадық. Осы 3 облыстан. Соларға ыңғайлы болсын. Үйлері қасында болсын. Облыстары қасында болсын. Райондары қасында болсын деп. لا إله إلا الله. Медреседегі білім берудің даму кезеңдері әрқилы болды, және сол кезеңдерде сансыз мұсылман ғұламалары медресе жүйесін жетілдіруге үлес қосқан. Мұсылмандық оқу ісінің жетістіктері жалпылық сипатты еленген 10-11 ғасырда өмір сүрген ғұламалар Әл-Фараби, Ибн Сина, Әбу Райхан Бируни, Хорезми медреседе оқыту ісінің көптеген мәселелерін тиянақты талдап көрсеткен. Хорезми қазіргі мектептерде шығармашылық белсенділік деп аталып жүрген шәкірттердің өзіндік жұмысына баса көңіл бөліпті. Ал Ибн Сина мұғалімге қойылған талаптардың ішіндегі негізгілерін, тәрбие әдістерін терең меңгеру, әдеп тәртіптерін жақсы білетін қайратты, шыншыл әрі үлкен жүректі болу деп белгілейді. Жалпы мұсылмандық оқу жүйесі негізінен 2 сатыдан, бастауыш саты мектеп, орта саты медреседен тұрды. Қазіргі күні медреселердің мұсылмандық білім жүйесінің жоғары оқу орны болғаны дәлелденіп отыр. Медресеміз бұл енді республикалық дәрежедегі болады. Бұл Оралдан да қабылдайды, Өскеменнен де қабылдайды. Қостанайдан да, яғни мемлекет 4 бұрышынан қабылдайды. Бізде жаңа президент болды. Біз осы мәселені талқыладық. Ана медреселердің оқу жағдайы қалай болып жатыр? Сабақ кім беріп жатыр? Қандай проблемалар бар? Мінекей. Біз ғылым білім жағына, кадр дайындау жағына осылай үлкен көп көңіл бөліп жатырмыз. Бисмилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Абу Ханифа атындағы медресе деген үлкен мәселе. Абу Ханифа бәріңіз білесіздер, керемет ойшыл ғалым адам болған, терең білімді адам болған. Демек, оқитын адамдарда терең білімді болу керек. Бізге білімді адам керек, сапалы адам керек, кісілікті адам керек. Тек сол адамдардан ғана дұрыс дін иелері шығады. Әйтеуір намаз оқимын, әйтеуір ораза ұстаймын деген болмайды ол. Білім керек, білім керек. Сол білім жолына осы Әбсаттар Қажы имам болғаннан бері керемет бетбұрыс басталды. Мен соны құптаймын. Оны бәріміз құптаймыз. Парламент құптап отыр, депутаттар құптап отыр. Істеріңізге сәттілік тілеймін. Рахмет. Медреседегі оқу курсы алғашқы ілім деп аталатын парсы тіліндегі сұрақ-жауап түрінде жазылған оқу құралын игеруден басталған. Мұнан өзге араб тілін меңгеруде кафия оқулығы пайдаланылған.
Айта кетерлік жайт, араб тілінің негіздерін жасауда түркі дүниесінің тіл танушы ғалымдарының еңбегі ерекше болды. Тек Қазақстан медреселерінде ғана емес, басқа мұсылман мемлекеттердегі оқу ошақтарында да араб тілін үйренуде түркі халықтарының ғалымдары жасаған оқулықтары пайдаланылған. Мысалы, араб лексикографиясындағы кофе мектебінің негізін салушы қазақ даласының көрнекті ғалымы Әбу Насыр Исмаил әл-Жаухари әл-Фараби араб грамматикасына қатысты 50-ден астам ғылыми еңбек жазған. Ал медресеге дейінгі алғашқы бастауыш білім сатылары ретінде қариханалар мен далаилханалар алынды. Мектеп медреседегі оқыту ісін ұйымдастыру, оның оқу бағдарламалары мен әдістемелер туралы мәліметтері мен деректер қорының бүгінгі күнге жетуі ұлы ғалым Ұлықбектің есімімен тікелей байланысты. 14-15 ғасырдың басында оқу жүйесінің құрылымын қайта құрған Ұлықбек тек мемлекет басшысы, меценат қана емес, ірі әдіскер ғалым да болған. Аллах тағала сендерден сондай иман келтіргендердің, ғылым бергендердің дәрежелерін көтереді. Медреселер халықты рухани азықтандырып тәрбиелеудегі маңызды институт болып қалыптасты. Медреседегі білім адамгершіліктің бастауы болып, тұлғаның рухани интеллектуалдық жағынан толысуына өлшеусіз жол ашты. Әдептен озбайтын, ішкі потенциалы бай шәкірттерді көбейтті. Бұлардың көпшілігі өмірлерінің ақырына дейін медресе ұрығын сепкен ізгілік пен адамгершілік құндылықтарын сол қалпында сақтады. Хәкім Абайдың өлеңі осыған дәлел болмақ. Баламды медресеге білдеп бердім. Шен алсын, қызмет алсын деп бермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Сонымен сөзімізді одан әр сабақтасақ, Алматыда ашылған медресе республикалық деңгейдегі оқу орны болады. Мұнда діни білім аламын деуші жастар 2 жыл 8 ай уақыт оқиды. Ол үшін Құранды мүмкіндігінше жатқа айтып, намаз оқи білу шарт. Біздер журналистер үнемі жол үстінде жүреміз. Жолда келе жатып, намаз уақыты болып қалған кезде әйтеуір жолда кездескен кез келген мешітке тоқтап, сол жерде намаз оқитын жағдайымыз болады. Сол кездерде жаңағы сол имамдардың бір қатарлары жасы 70-ден 80-ден асып кеткен, көбінесе оқымаған құлақ молдалар кейде бір нәрсені дұрыс айтады, бір нәрсені бұрыс айтып қалады. Соны естіген кезде әттеген ай деп тіліңді тістейсің. Ал ондай жерлерге әлбетте халыққа мына дұрыс бағыт беретін, уағызды дұрыс айтатын білімді адамдар керек, білімді жастар керек. Ал енді осы уақытта Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының осындай бүкіл еліміз бойынша жаппай осындай медреселер ашуы, жоғары білім беретін оқу орындарын ашуы, бұның барлығы әрине біздің халқымыздың игілігіне қызмет етеді. Пайғамбарымыздың, оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, хадисі: кімде-кім білім іздену жолына түссе, онда Аллах оған жәннатқа апарар жолды жеңілдетеді. Шын мәнінде, білім иесі үшін аспандағы әрі жердегі бүкіл нәрсе, судағы балық та Аллахтан оның күнәларының кешірілуін тілейді. Және ғалымның қарапайым құлшылық етушіден артықшылығы аспандағы толған айдың басқа жұлдыздардан артықшылығындай. Әрі шынында ғалымдар пайғамбарлардың мұрагерлері, мирасқорлары, ал пайғамбарлар болса, өздерінен кейін динар да, дирхам да қалдырмаған еді. Олар ілімді мұра етті. Кімде-кім бұл ілімді алса, онда ұлы сыбағаға қол жеткізді. لا إله إلا الله. Қазақ қашанда аузынан Аллах тағаласын тастамаған ел. Дін мен білімді қатар алып жүрген білімді, әрі парасатты жас ұрпақты тәрбиелеп өсіріп келеді. Кешегі өткен Батыр Бауыржан Момышұлы да Шымкент қаласындағы медреседе діни тәлім тәрбие алған. Бүгінде Қазақстандағы діни оқу ағарту жұмыстары өз деңгейінде жүріп жатыр. Дегенмен кейбір қандастарымыз бен жастарымыз сонау ықылым заманнан бері ата-бабамыз ұстанып келе жатқан хақ ислам дінінен безініп, дәстүрлі емес өзге жат діндердің жетегінде кетуде. Бұнан бөлек ішкілік пен нашақорлыққа, зинақорлыққа жол беріп азғындыққа салынуда. Міне, осылардың алдын алу үшін медреселерді көбейту ісі қазақ қоғамының басты бас ауыртар мәселесіне айналу керек. Зиялылардың тұжырымы осындай.
Ал жаңа Әбу Ханифа медресесінде білім беру жүйесі Қазақстан Республикасы мемлекеттік білім беру стандартына сай жасалынған. Бұл теңізге қосылған тамшыдай болса да, жаңалығы жетерлік 7-ші медресенің халыққа берер пайдасы мол болғалы тұр. Мұнда 60% діни, 40% зайырлы пәндерден дәріс өткізіледі. Бұл республикадағы 7-ші медресе болып отыр. Хабар басында айтып өткенімізде еліміз бойынша 6 медресе жұмыс істеп жатса, енді бұл оқу орны да ілім қуған жастардың игілігі үшін көшелістің көкжиегін кеңейтпек. Діни пәндерден Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қызметкерлері сабақ берсе, қалған пәндерден Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті мен Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогикалық университетінің ұстаздары жұмылдырылып отыр. Бұл медресенің директоры болып Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Алматы қаласындағы өкілі, орталық мешіттің бас имамы Құл Мұхаммед Махамбет тағайындалды. Ол кісінің бас мүфти жүктеген міндеттің үдесінен шығатынына жиынға қатысушылар бір ауыздан шүбәсіз сенім артып отыр. Бұл жерде сабақ, тамағы, жатағы бәрі тегін. Осы ғимарат, өзі ескі ғимарат болатын, 50-ші жылдардың соңында салынған ғимарат. Қазір енді мынау көздеріңіз көріп отырсыздар, күрделі жөндеуден өткіздік. Осының бәрі мына садақа береді халықтар мешітке келіп. Түгел осының қаржысына салынған күрделі жөндеуден өтті. Одан кейін жаңағы оқитын шәкірттердің де тамағы да, жатағы да, одан кейін осы ғимарат ұстап тұруы да, бәрі сол мына мешіттерге келіп жатқан садақадан. Мынау діни басқарма бірнеше жылдары сол жиып, осы үлкен ғимаратты күрделі жөндеуден өткізді. Бисмиллах, вассалату вассаламу аля расулилlah. Біз өзіміз дайындайтын жағдайға жеттік. Қазір осы апсаттар қажы бар, міне отырған азаматтардың бәрі өздері осы кітаптар жазатын жағдай бар. Сіздердің жағдайларыңыз бар. Кітапты өздеріңіз жазасыздар, айтатын сөздеріңіз бар, өздеріңіз оқытыңыздар. Білімді, сауатты адамдар керек. Осы діни бәсекеде біз артта қалмауымыз керек. Артта қалмау үшін бәсекеден конкуренция дейді. Содан алып шығу үшін сапалы білім керек. Осы уақытқа дейін ислам дінінің құндылықтарын әуелі мұсылман балалар оқитын қазақ балабақшаларында, мектептерде және жоғары оқу орындарында жастардың санасына құйып өсіруіміз керек. Мұны іске асыру үшін алдымен тиісті мемлекеттік құзырлы мекемелер мен мамандар бас қосып, жүйелі түрде исламтану, дінтану пәнін жүргізудің бағдарламалары жасалу қажет деп, қазақтың қоғам қайраткерлері мен зиялы қауым өкілдері бірнеше мәрте осы көкейкесті мәселені көтерген болатын. Енді міне сол айтылған сөздің қармы десек болар, биылғы жаңа оқу жылынан бастап Қазақстан мектептерінде дінтану негіздері атты міндетті сабақ енгізіледі. Жоғары сыныптарда дінтану негіздері атты сабақ факультативтік сипатқа көшеді. Егер оны бұрын оқушы өз қалауы бойынша оқса, биылдан бастап оны еліміздегі барлық мектеп оқушылары міндетті түрде оқитын болады. Бұл ілкімдістің берері көп. Өйткені діни төзімділік негіздері балалық шақтан бастап бойға сіңірілуі тиіс. Рухани білімге аңсар ауғандар шетелдің діни оқу орындарынан білім алуға ынталы. Бірақ елімізге уақытша келген шетелдіктер мен шеттен діни сауат ашқандар бөтен елдің идеологиялық немесе жат түсініктері мен пиғылдарын діни тұрғыдан халық санасына сіңіруге күш салары ақиқат. Демек, қоғам мүшелерінің мемлекеттік бағдарламасынсыз шетелде білім алу мақсатымен оқуға аттануы толғандыратын жайт. Өйткені мұның келешекте ұлттық қауіпсіздігімізге нұқсан келтіруі бек мүмкін. Сондықтан діни білім беру жүйесін мемлекет өз қолына алуы тиіс. Біз мына шетелдерге оқуға жіберудің қажет жоқ. Пакистанға, Иранға деген секілді, басқа да жерлерге, таудың қуысындағы сомнительный бір жерлерге міне университет аштық. Оқыңыз барып сонда. Міне 7-ші медресе ашып тұрмыз. Оқыңыз осы жерге келіп. Олардың бәрі өзіміздің азаматтар. Өзіміздің діни мазхабымыз бойынша дайындалған азаматтар. Пайғамбарымыздың, оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын, хадисі: "Қош келдіңдер, сендерді Аллах елшісі бізге өсиет еткен еді" деп айтыңдар да, оларды үйретіңдер. Аллах тағалаға шүкір, келешегіміз жарқын әрі баянды болсын деген ниеттен туындаған бұл іс ілгері жылжыған сайын өз жемісін берер сөзсіз. Балаларымызды, жас жеткіншектерімізді діни рухани жағынан тәрбиелеуге мықтап көңіл бөлу қолға алынды. Қазақстанда діни тұрғыда тәрбие беру мәселесі бір жүйеге қойылады. Жасөспірімдер мектеп табалдырығында діни тұрғыдағы тәлім тәрбиеден қағылмайтын болды. Рухани толсатын күнге де қол жеткізіп отыр.
Алда иншалла жастайынан ізгі біліммен қоса діни тәрбиені бірге алған өскелең өрендердің ішінен еліне, халқына пайдасы тиетін атпал азаматтар шығатынына еш күмән жоқ. Өйткені атам қазақ ежелден исламдық тұрғыда білім беретін мектеп медреселерде тәрін тәрбие алып өскен. Сонымен бисмилласы өзіміздің жерімізден бастау алған медреселердің санын арттыру күн тәртібінен түспейтін көкейкесті мәселе. Өйткені бұл діни сауатын сырттан алуға құмарлардың қатарын шектеуге септігін тигізіп, біршама істің тінін тарқатпақ. Аллах тағала ісіміздің берекелі болуын жазсын. Пайғамбарымыздың, оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын, хадисі: бұл дүние және ондағы барлық нәрсе лағнеттелген, тек 3 нәрседен басқа: Аллахты еске алу мен онымен байланысты нәрсе, білім беруші мен білім алушыдан басқа. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين